Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, дәмді болып шығатын қатты нанның рецептісімен бөлісемін. Өзге өңірлерде бұл нанды пияз нан деп те атайды. Үйдегілерге, қонақтарыңызға өте қатты ұнайтын болады. Міндетті түрде қайталап жасап көріңіздер. Бізге керегі 1 шай қасық тұз қосылған суға 1 шай қасық құрғақ ашытқы салып, осылай араластырып аламыз да електен өткізілген ұнымыздың үстіне құямыз. Осылай құйып, ұнымызды біріктіріп алғаннан кейін тағы да үстіне сұйық май қосамыз да қамырымызды илей бастаймыз. Қамырдың құрамында пісте май, яғни сұйық май болғандықтан өте жұмсақ болады, әрі қолға қатты жабыспайды. Осылай бетін жауып, жарты сағат не 40 минутқа қойып қоямыз. Сол уақыттың аралығында пиязымызды дайындап аламыз. Пиязымызды осылай жартылай ай тәрізді турап, оның үстіне бұрышымызды, тұзымызды қосып араластырып аламыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды алып, осылай өзімізге керек мөлшерлерге бөліп аламыз. Мен орташа 3 нан жасағым келді, сол үшін осылай 3-ке бөлдім. Осылай бөліп алып, ыдысымызға салып, бетін жауып қоямыз да, шетінен алып, жұқа етіп, қамырды жаятын боламыз. Міндетті түрде жұқа етіп жаюға тырысыңыздар, сол кезде қатпары көп болады. Осылай жайып болғасын, арасына ертілген сұйық майымызды жағып шығамыз. Жақсылап жағыңыздар, майды аямай. Оның үстіне жаңағы пиязымызды жайып шығамыз. Осылай қолыңызбен реттеп, пияз қамырды тесіп шықпайтындай етіп, реттеп саласыздар да, осылай орайсыздар. Сосын кейін майланған ыдысыңызға алып, қолыңызбен осылай мен көрсеткендей етіп, жайып жібересіз. Сосын оның үстіне жұмыртқаңызды жағып, тура осылай пісірсеңіздер де болады. Маған күнжіт сепкен ұнайды, сол үшін кішкене күнжіт сеуіп жіберіп, қызып тұрған пеште 200-220 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Қызарғанша пісіреміз.